Құда баламен көңілдес болған келіншектің әңгімесі. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Жұртты ойлануға шақыратын кезекті бір хикая әлеуметтік желіні шарлап кетті. Онда бір күйеуі бар келіншек өзінің басынан өткен махаббат хикаясын баяндапты. Содан кейін ұлды болған әйел енді оның кімнен екенін білмей дәл басы қатып отыр. Жұрттан кеңес сұраған келіншектің жазбасын қазір қалпына оқырман назарына ұсынуды жөн көрдім. Ерлан мен қайнының тойында таныстық. Қалыңдық жағынан жекжаттардың бірі. Жанында толықша келген қысқа шашты әйел болды. Тойда билеп жүріп, ара-арасында сөйлесіп үлгеріп, арамыздан бір ұшқыш шарпып өтті. Бір аптадан соң күндіз кездестік. Пәтерді жалға алып, аптасына бір рет кездесетін болдық. Бірде бұл жүрісімізді күйеуім біліп қала жаздады. Ерлан хабарлама жазған еді, соны оқып отырып едім. Күйеуім біреумен SMS жазысып жүрсің бе деп баса салды. Мен ауа райынан келген SMS деп те құтылдым. Ал Ерлан маған төсекте жалынды ыстық екенімді айтты. Күйеуімен ешқашан жасамаған түрлі дүниелерді тәжірибелеп барынша ләззат алуға берілемін. Ерланның да қиялында шек жоқ екен. Бұрын мен көрмеген, білмеген қызық нәрселер жасайды. Әйел адамға жыныстық қатынастың тигізер пайдасының көп екенін түсіндім. Жалпы әйел затының құлазыған көңілін көтеретін де, жасартатын да төсек қатынасы екен. Ерланмен кездескелі бері жадырап жүзіме күлкі үйіріліп, бейне бір керемет сезімде ұшып жүргендей сезінемін. Қыз бен жігіт болып жаңа танысып жүрген кездегі балғын сезімдер қайтадан оянып, бақыттан басымның айналып жүргеніме кімге айтарымды білмедім. Ерланмен кездескенде ғана өзімді нағыз әйел ретінде сезіне аламын. Осылайша 3 айдан кейін аяғым ауыр екенін білдім. Қуанарымды не жыларымды білмедім, бірақ қуаныш басып кетті. Негізгі күйеуіммен арада бір қызымыз бар, екінші құрсақтыда босанатын болып шештім. Сөйтіп ұл туып алдым, бірақ баламның кімнен екенін нақты білмеймін. Кейде өз-өзіме жиіркенемін, бірақ баламды көріп жиіркенішім басылады. Күйеуім мұның бәрін бейхабар, әрине. Оның көзіне қарасам, кейде қуыстанамын. Жүктілік кезінде босанғасын Ерланмен қарым-қатынас үзуге тура келді, бірақ оны жадымнан шығарған емеспін. Балам 6 айға толғанда өмірімде Ерлан қайтадан пайда болды. Өзімнің ішкі сезімдерімді өзім түсінбей әлектемін. Мен күйеуімді де сүйемін, Ерланды да сүйемін. Екеуінсіз де өмір сүре алмаймын. Ерланмен болған сәтте күйеуімді ойлаймын. Күйеуіммен болған кезде Ерлан ойымнан шықпайды. Әрине, күйеуім төсекте Ерлан тәрізді емес, дегенмен өзімді сыйлайды, жақсы көреді. Мен жазғыратын шығарсыздар, енді біреулеріңіз ұрсатын шығарсыздар. Менің жасаған әрекетім қате екенін білемін, бірақ жүрегімнің қалауына аса алмадым. Әбден шатастым, кеңес беріңіздерші. Міне, құрметті оқырмандар, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.